Улустун улугун Наурыз куттуу болсун. Улус оң болсун, ак мол болсун. Бүгүн 23 Наурыз 2025 жыл. Ага мен тетимден бир нерселер сурап, видеого түшүрүп коеюн дедим. Эртең гана. Енді мәңгілік адам жоқ қой. Өсір көзі кетсе кімнен сұраймыз? Аға, не сіздің шын атыңыз кім? Мұхаммедқали. Мұхаммедқали. Кейін Қали деп атап кетті. Қай жерде дүниеге келдіңіз? Баспастауда. Қытайда. Қытайда. Тәтесіз ше? Қарайда. Қытайда. Қай жылы дүниеге келдіңіз? 47 жылғы шын атым. Шын атыңыз Зылиха ма? Иә, шын атым Зылиха 47. Аға, Қытайда қай жерде тұрдыңыздар? Сол баспастауда тұрдық. Баспастауда. Кімдермен тұрдыңыз ол жерде? Өзді сол. Жинағайды. Жайырмағам тұрды, Тұскөлде тұрды, Сарбелдегі Әділжан ата тұрды. Төртүй бір жерде тұрдық. Тағы қасында көршілер бар? Бәрі көршілді. Нұрымқы ата, Кеңесбай аға, Абай аға, Шәріпжан деген кісі тұрды. Төртүй. Алдияр молақтармен көршілер? Алдияр молақ. Неге мына Советке қай жылы келдіңіздер? 1959 жылы 6 айдың 27-сінде келдік. Міне анау неге қапарып болып кеттіңіздер? Неге қапарып? Ана соқта кісінің паспортымен өтті қой, паспорт жоқ. Көршінің паспортын алып. Қошқарлар? Артық. Өлгенде. Қошқарлардың паспортын? Иә. Bir кемпір өліп қалған екен, соның паспортын бізге берді. Содан ана консалға барып жаздырып, қайтып келіп, жазда қағаз шығып, клавеске шығып отырдық қой. Сонда ана күнде радиода хабарлайды. Туған бала бар ма, өлген адам бар ма деп. Сол бір күні аға барып, мен шешем өліп қалды деп. Содан біздің паспортымызды Құлжаға қайта жіберіп, ағаның атында ақ паспорт беріп өттік. Жаңағы ол паспорттың иесі мына Баясыл Гарияның несі? Асылдың. Шалабайдың інісі екен Қапар деген. Қапардың келіні ғой. Баясылдардың бір ағасының әйелі ме әйтеуір. Тәдесіздер қай жылы өттіңіздер? 162 жылы. 62? Иә. Майда. Иә, Қашқаш өттік. Қорғасында басыншаның тұсынан өттік қой. Аға, мына Советке келгеннен бірінші қай жерге отырдыңыздар? Сарбелде тұрдық. Сарбелге келдік. Содан бірден қой бақтыңыздар ма? 6 айда бригадада болдық. Жаңа жылда қой бақтық. 60-шы жыл. Неге оқуға бармадыңыз? Ой, әкемді қимадым ғой, әкем жаңғызылық болғасын. Тастап кетемін қойды. Сізді ана? Жаңғызылық бағалмайды ғой. Аға, құжатыңызда 41, ана Бәтес аға 42 деп қой, сонда сіздің шын жасыңыз қай жылғы? 42. 42 жылғы, алда қарап сөйлей берсін. Ана бір жасы артық болып қалған ғой. Сонымен неде қойға шығып кеттіңіздер бірден? Иә. Сол қойды бақтық қой 37 жыл. Қалқойдың қойын. Қай жылы үйлендіңіздер? 63-те үйлендік. 60 күзде? 63 жылы, 1960. Күзде қай айда, қай мезгілде? Октябрьдің 18-інде. 18-і ме еді? Октябрьдің 18-і. Октябрьдің 18-і 60 жылдан асып кетті? Неде, жайлауда қай жерлерде отырыңыздар? Қылдақарағай деген жерде отырдық. Қанша жыл? Ой, 18 жыл отырдық. Тұрықбайда да отырыңыздар? Тұрықбайда отырдық, Тышқанның басында бардық. Сарсайда отырдық. Жирен айғырмен аяқтадыңыздар ма? Жирен айғырға 96-та бардық қой. Ердің жекеміз. Жирен 96. Содан кейін жирен айғырдан не алдыңыздар ағай? Дұрыс. 97-те колхоз тарап жоқ болды, соныменен қойын талап алды. Жеке меншікке.
Ne diye? Ağa Kıtay'da kaça klas bitirip geldiniz? Okudunuz mu Kıtay'da? 6 bitirip geldim. Жақсы оқыды. Ha, 6 bitirip geldi. Ha. Ne? Akbet'te sanırım bir okudunuz ya? Iya. İyi. Akbet ekemiz bir okuduk. O kişiler көрші отырды ма сонда? Көрші ауыл ма? Иә, сол Баспасауда тұрдық ғой. Сол Баспасау деген жерде 40 үй тұрдық қой, 40 үй. 40 үй тұрды. Bir бастаудан су ішіп, бірақ жерде бастау бар, басқа бастау жоқ. Оны өзі бір үшеу ма, төртеу ма сондай. Аздан шығады. O жақта аға, o жақта бұл енді білесіз ғой, иә, есіңіз о жақта кәдімгідей. 17 жаста келдік, 16-17. O жақта да мал бақтыңыздар ма жоқ? Екінші. Жоқ, мал баққанымыз жоқ. Енді Біз қандай? осы жаққа өтетіннен бір жыл оның халық коммунасы болды ғой. Малдың бәрін ортаға алып алды. Тіпті бір де мал қоймай. О, коммуна. Коммуна бір қазаннан іштік қой. Ауырақ, әйел болса, ауырып жатқан адам болса, оған береді тамақтан өлшеп күт береді әкеп үйге. Қыста от жағуға рұқсат, жазда жағуға рұқсат жоқ. Бір қыс сонда әгіс 4 ай болса, бер жағында 9 айда іштік қой, майда кеттік. Одан кейін өтіп кеттіңіздер. Одан кейін бері өтіп кеттіңіздер. Майда бір ай келіп Шаз деген жерде отырдық. Пәуеске көтіп. Содан кейін 6 айын 27-сінде осы жаққа өтіп кеттік. Аға мына неде сіздердікі шекарадан өткеннен кейін қанша алыс па, жақын ба? Ой, шекарадан өткеннен кейін мысалы шекараның ар жағында Шаз деген жер бар, 2 километр, 3 километр ма? Қорғасына қарай. Одан енді өрге қарай, тауға қарай жүреміз. Одан сол бір 30 километрдей бар. Сонда анауменен 35 километр болады ғой бәрі. Одан түгірі кетсін. Неге? Аға, Тұрпанға қай жерден келдіңіздер сонда? Бірінші Сарбелде болдыңыз. Тұрпанға қай, ой бізде малда жүрдік та. Қай жыл келдік екен? Бірінші ана... Еркін туғаннан кейін келдік қой. 66-та келдік өндем, 65-те келдік. Жоқ, 66 емес. Одан бұрын келдік. Еркін 2 жасқа толғанда, ана Тұрпаннан жерден бір үй алдық қой. Тоқтасын отырбай. Иә, Нұртаз аға. Сол жерде апамды сөйлеп, сол 2 ауыз үйге кіргізіп, Еркіннің қолына беріп. Ермек сөйлеп болсандым ғой. О, аға, ол үйді кіммен біреуден сатып алдыңыздар ма? Біреуден сатып алдық. Мына Мұқаштардың туысқан екен. Аты кім екен, Маса дейді екен ол кісі. Қиым өлең айтып жүретін кісі екен. Мына үйді колхоз сатып берді, ана жерде. Қарашаңа. Еркіндер отырған. Шаларақ болды сайды. Бұл үйге қай жылы келдік аға? 70-те келдік ау деймін. 70-те келдік. Ай, одан бұрынша да. Жоқ, 70-те келдік. Ғалым туған жылдар ма? Жайырмағында көшіп келген жылы. Күзін туған жылы. 70-ші жылы. 74-тің жаңа жылында кірдік қой. О, Жайырбек ата бізден кейін көшіп келді ғой? Күзін туған жылы кірдік. 70 қой? Иә. Ана кім? Жайырбек ата кейін көшіп келді. Жайырбағында да сол 73-ші жылы ма? Бізден кейін келді, оны мен аздап білемін. Жоқ, кел. Содан Шақан екеуі тоқты уақыт. Жайырбек ата? Кейін о тоқтын тарқатып. Тоқты болған жылы. Ғалым туған жылы. Апарып берді, ат көрмеге. Кен сол біздің ана үйге отырды ма не қылды? Ғалым туған Сол жылы. үйге отырды ма, отырмады ма? Бәзін ағасы. Біздің көрсетіп оқы, ә? Ана үйге отырды ма, отырмады ма? Жайырбағында. Ана бір ауыз үйге отырды, оның ана кімге көмекші сақмасы болып кетті ғой. Жоқ, ана. Отырды ғой, ана. Біз көшкеннен кейін ана тоқтасының отырған жерде үйге Жайырбағында отырды ма, отырмады ма? Сақпаншы болды да, сонысын көктемінде үй сап алды. Тұрпан. Жер алып, отырған жоқ. Ана Молдашкария. Молдаштың атырған. Үй сап алды. Сол үйді сатып, Сарбелге кетті. Сарбелден үй салып, оны сатып, Садырға кетті. Бірінші ана, мына кәдімгі ботан отырған үйді, сол үйде өздері салдық қой, біз салдық. Biz ana kişi bala şakalı bu bana ilk önekimiz. Ne kılamaydı ağam oyununa yazdırıp materyal alıp
Tünde gelip soğamız. Gündüz keşken kolkozun жұмысына ruhsat vermeydi. Çöpke isteyimiz. Tünde gelip soğamız. Bir gün ağasına aytты ғой bököme. Ya Adilcan yer alıp, yer soğarıp koyup sağulda isteydi Kırman'da. Yani biz buna dalada kalamız kısa. Seni verin. Şavuzuydu soğuk. Hani ağa bir ayga ruhsat verip, otpus'ta verip şavup. Noyabrga жақын kirdik koyup da birde ayağında. Bir жылda? Ya böyle aşağı oldu. Seni görmüş. Bir iki ay oturduk mu? Sonra başlık ağanı çağırıp, oy sen koy bak, ağan ekevin bir uyda otursun. Ağan bala şakal eken. Sen balan var eken, kızın söyledi okusun. Dep soran bizde. O кезде bastık kim ağa? Adım Koca dedim kız. Sedi Vakas. Babaydın ağası. O ne? Galavasky kaç yıl oldu? Ha? Galavasky keyin oldu mu sonda? Kalevaski 62'de kosulduk. Biz Sarıbel kalkoz olmadı mı? Ne bunu Sarıbel kalkozunda. Sen de 60, 61, 62. 3 yıl olduk koy. Kızlar sayında kosup aldı mı? Galavasky'ga 62 koskan eken o. 62 yıl kızlar usta kosup aldı. Oy, sana kırızıldıkta jettik. Mayra sorağın var mı? Ata, ne? Ağamda bir Navruz meyramı keşke bir batır hesap çekmez. Ya Hudayım olasın eski yıl, жаңа yılda jarlıqasın, eski yılda esirkep, yandığısın, kapma aldığısın, yaratkan Allah, жақсылық versin Allah. Hudayım kelir yıllarga bala şağalarımız aman esen kelgi, Huday nasip kılsın orozan. Orozalarınız kutlu olsun, deriniz sağ olsun, yaratkan tilekimizi kabul etsin Allah. Yaratkan Allah körgün günden körmegen günlerimizde de жақсы kılsın Allah. Janatında kasanat okuyunda kasanat. Ey rahim var Allah'dan olsun. Allahu Ekber. Ağa bizden mına negiz ata babamızın jeri kay jer sonda? Ortatau dolan karamına. Evliya Kaşak. Avliya Kaşak koy ya. Negizi mına Kıtayga ötpey turup atamlar sonda ne dedi? Söylerde turgun bay atamız, kegen bay atamız söylerde turgan. Sodan bana elemat bana Kasımbek dengisinin karındasını alıp sodan söylerde oturup sodan bir ağayın ökbülüptü da köşüp bana Mencugu kayıncıtının kasına gel. Söylerden öttü bu Kıtayga. Mencugu'dan öttük dedim. Men düşüngenim жаңа Kegenbay babamыздың kempiri Kasımbek'tin karındası. Elaman Kasımbek'tin karındası. Elaman'ın kızı bu. Elaman'ın kızı. Elaman'ın kızı. Kasımbek'tin karındası. Kasımbek karındası. Bәсе atamның pasportunda туған жер Sarıbel деп тұр ғой. Сонда Мәжүде тұрды да. Содан негізі бұрын тұрған жерimiz Әулиағаш деп есептеледі. 30 yıl öttük dedi o aydı. Hadi sizin әкешіңіз. 10 yaşımda öttüm dedi. Benim eşim Sümbük, Kanışa. Çeşim Sarıbel'in kızı Satay'dan. Sarıbel'de Satay қайсы? Satay көп қой Sarıbel'де. Жетім Oğuz Bek Beyarı Çormak деген жергілікті. Сол кісілердің сонда Бекбәкердің қарындасы ма? Қарындасы. Çormak'ın інісі. Çormak інісі. Çormak емес, Çormak kişi. Мына кім, ой, кімдер ғой? Бейжанның туысқаны. Беков. Тағы Бекәділ. Фамилиясы кім еді ол кісілер? Мұқажан деп жазады. Мұқажан. Жетім ғой Сатай. Жетім Oğuz. Өзіңіз қайсысыз? Елчібек. Сіздер негізі не ғой? Сезімдік қыз ғой. Сезімді. Қастейіп. Туысқан. Елчібектің өзі бөлінеді ғой? Есімен Қастейіпке жақын екен ғой, Некейті. Некейті, иә. Некейті сағыз кетті. Менің ағашыларым жергілікті. Екі бауырын сияқты, бауыр осы жақта мұғалім болған екен. Сонда мына кісілер жергілікті сіздің шешеңіз қытайлық болса? Мен шешем мана үлкеншілік болғанда несі
Әкесі екі әйел ағын екен ғой. Кіші әйелімен өтіп кетті. Нағашы атасы бір әйелімен өтіп кетті, бір әйел осы жақта қалыпты ғой, үш баласын. Тоқатері сол. Қыз. Дұрыс. Екіге бөлініп кеткенде ше. Кейінгі әйелінің екі қызымен, шешемен қазан айланып өтіпті. Бие сауып тұрыпты. Аға бізде мына Қытайда туысқандар қалды ма, қалмады ма? Біреу қалған жоқ болды ғой бәрі. Соның баласын Келген байдың қарсы бөлдім сен. інісі оңласын. Иә. Оңласында Мұқаштан Әбдуәли. Иә. Сол үй қалған Қытайда паспортқа өтемей қалды. Кейін сол бәрі өліп жоқ болыпты ғой, бір қыздар бар дейді. Мұқаштың қыздары бар. Әбдуәли үйленбей. Сол айтып 60-ға жақындағанда қайтыс болыпты. Жоқ, ана бізге хат берген бала осы қарсы бөлдім сен деген бала. Ол жиендер ғой, Ана хат жібергенін айтады, Қытайда қайтыс болды. Ол Құлжада тұрады деген. Құлжада емес, Сүйдіңде тұрады. Оның хаты бар ғой, телефоны бар ғой. Бар болатын да, бар. Енді биыл ағам денсаулығы көтерсе, Құдай көрсе бір жазда бір 2 күнге барып көрейік, Екі күнге барып. бір 2 күнге барып. Ана іздеу керек. кімнен сұрау керек қой, дәрігер. Абсидегі әпкем баласы бар ғой. Соны үйге. Сіздің Қытайда біреулер қалды ма? Қалды ғой ана. Сездім. Соғыздың анада жиені келді ғой. Бұл анада деп. Оның телефонын алып қалдыңыз ба? Жоқ, мына Дәулеттің деді. Ана. Телефон таба аламыз ба? Қай жерде тұрады? Кім? Ал кел. Ана Шипанзаның ар жағында 15 километр дейді. Бір бала жүгер жұмырда тұрады. Жүгер жұмырда тұрған бала келді ғой әйелі. Енді мына үлкен әпкем, Буқан деген әпкемнің баласы үйіне келіпті ғой. Ясыз келіп кетті. Енді тағы да айтатыным болса, жеп қойыңыз, түсіріп аламын ғой тағы да. Бүгінше болады осы.